Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сүзбеден запеканка дайындаймын. Ең нәзік, жұмсақ, ауызда еритін, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен сүзбеге қаймақ, қант және 3 жұмыртқаның сарысын қосып блендермен әбден араластырып аламыз. Оның үстіне 3 ас қасық манная крупаны қосамыз. Әбден сүзбенің түйіршіктері езілгенше араластырамыз. Запеканкаға қажетті заттардың толық құрамын және нақты мөлшерін осы видеоның астындағы описание бөліміне жазып қойдым. Және де қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің әр салған видеоларыма лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. 3 жұмыртқаның ағын бөлек таза құрғақ ыдысқа салып миксермен араластырамыз. Биік болып көтерілгенше 10 минуттай араластырып аламыз. Осылай аппақ болып қоюланып көтерілген кезде сүзбеге саламыз. Және запеканка әдемі биік болып көтерілу үшін жаңағы қосылған жұмыртқаның ағын астынан үстіне қарай қатты баспай араластырып аламыз. Енді осындай формаға сары майды жағамыз, сүзбелі массаны құямыз. Биік әдемі болып көтерілу үшін осындай 20 диаметрлік формаға пісірдім. Алдын ала қызған духовкада 180 градуста 50-60 минуттай пісіріп аламыз. Міне сүзбелі запеканкамыз дайын болды. Бетіне қантын да себеміз. Не арасы осындай үлпілдек, жып, жұмсақ, дәмді болып шықты. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және келесі рецепті көру үшін подписация батырмасын басып тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар.